Түркістан түркі әлемінің бесігі. Түркістан екі дүние есігі ғой, Түркістан ер түріктің бесігі ғой деп, Алаштың айбындақыны Мағжан Жұмабаев жырға қосқандай, Түркістан ежелден әлемге әйгілі қалалардың бірі болып келген аян. Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Түркістан облысы құрылсын деп, және оңтүстік Қазақстан емес, Түркістан облысы аталсын деп жарлыққа қол қоюының өзі тек Түркістанның мәртебесін емес, күллі қазақ елінің мәртебесін көтергеніне міне бір жылда өтіп қалыпты. Түркістан түркі жұртының орталығы, бүкіл тарихи тұлғалардың, қазақ көшін алға сүйреген ұлылардың сүйегі жатыр онда. Бұл онсыз да бұрыннан рухани астана болып келген еді. Түркі әлемінің тал бесігі, тірегі болатындай міндет арқалаған Түркістанның ендігі беталысы тек қана даму, өсу және өркендеу болып саналады. Жаңарған Түркістан алдағы уақытта инвестиция мен туризмнің, сауда мен экономиканың дамыған орталығына айналады. Оған дәлел Түркістан қаласының туристификациялау картасының республикалық маңызы бар топ 10 нысанына кіргізілді. Кластерге Отырар, Сауран қалашықтары, Арыстанбаб, Қожа Ахмет Яссауи кесенесі де ілікті. ЮНЕСКО көлемінде қорғалатын Әзірет Сұлтан кесенесі бүкіл түркі әлемінің қызығушылығын тудыратын Түркістан бренді. Түркістан заманауи үлгідегі технология енгізілген ақылды қалаға айналатыны сөзсіз.